Баршаңызға қайырлы күн. Дәл осындай шашликті жасауды үйренеміз. Алдымен тартылған етті тағы да бір рет мясорубкіден өткізіп аламыз. Пиязды және 4-5 бас сарымсақты да мясорубкіден өткізіп, дәмдеуіштер қосып, сухарийімізді қосып, ұнтақталған холодильникке қоямыз. Ал енді жарты литр суға пиязды ұзыншалап турап саламыз және паприка салып араластырамыз. Бұл от қатты болып кеткен кезде шашликтің отын сөндіруге және шашликке дәм беруі үшін қақпақты осылай 5-6 жерінен тесіп аламыз. Енді маринадталған фаршымызды, сухарийді алып, осылай өткізіп аламыз. Шашликтерді дайындаймыз. Бұл уақытта отын жағып, сыртқа мангалымызды дайындап аламыз. Видеодағыдай қатты қысып қолмен сыртын сухариймен малып жасап аламыз. Енді отқа қойып, пісіріп екі бетін ала береміз.